мәлімет берем, ауданда не болып отқанын. Одан кейін жалпы сұрақтарыңызға көшейік. Жеке қабылдауға кіретін азаматтар болса, жеке қабылдауға кіресіздер. Менімен бірге келген Ерейментау аудан мәслихат төрағасы Медеу Ерболұлы, әкім аппаратының басшысы Баттал Нұрмағамбетұлы жуырда тағайындалды жаңадан. Сондықтан жер қатынас бөлім басшысы Елена Васильевна, біздің білім бөлімінің басшысы Марат Әбдікәрімұлы, біздің ауыл шаруашылық бөлімінің сектор меңгерушісі Әлім Ержанұлы, аудандық байланыстың уәкілі Сәкен Сарқытұлы, және де кімді айтылған жоқ. Біздің учаскелік инспектор, енді бәріңіз танисыздар, Ерназар полиция майоры. Сондықтан сіздер қарсы болмасаңыздар, онда кездесу жұмысымызды бастайық. Айнат Сағынтайұлы сіздерге өз істеген жұмысы бойынша есебін берсін. Қайырлы күн, құрметті ауылдастар, Бестоғай ауылының округінің тұрғындары, ағалар, бауырлар. Бүгін 13 мамыр күні біз 1-тоқсанда жасалған жұмыстарға есеп беру, Бестоғай ауылдық округі тұрғындарымен есептік кездесуге қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес халықты ақпараттандыру мәселесі бойынша осындай жиналыстар өткізіледі. Жылына 2 рет мамыр айында және қазан айларында. Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан халқына жолдауынан бүгінде Қазақстан халқы мүлде жаңа саяси жағдайда өмір сүруде. Соңғы 5 жыл ішінде ауқымды реформалар жүзеге асырылып, саяси жүзде түбегейлі өзгерістерден өтті. Қоғамдық санада іргелі өзгерістер орын алып жатыр. Оны барлығыңыз оған куәсіздер. Біздің ауылға келетін болсақ, Бестоғай ауылдық округінің аумағында 3 елді мекеніміз бар. Олар енді Бестоғай ауылы, Байсары ауылы, Қызылту ауылы. Осы 3 елді мекенде 1 қаңтар айында болған үйді аралау мәселесі бойынша және сол деректерге сүйене 412 адамды құрайды. Біздің ауылдық округтың халқы 252 адам еңбекке қабілетті тұрғындар. Округте 12 жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмыс істейді және 8 шаруа қожалығы бар. Жыл сайын берілген жерлерді мақсатты әрі тиімді пайдалану бойынша әртүрлі жұмыстар, қадамдар жасалып жатыр. Оның ішіне тоқтала кетсек, меморандумдар жасалып жатыр. Жаңағы налоговая нагрузка дейді. Қазіргі кімде қанша жер телімі бар, сол жер теліміне байланысты ол шаруа қожалығында немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде налоговая нагрузка деген болады. Енді салық бойынша сол деңгейді көтеруде біз әртүрлі амалдар жасап жатырмыз. Енді шамамыз келгенше насихат жүргізіп, адамдармен кездестіріп, шаруа қожалықтарымен жеке қабылдау жасап, және Талғат Папанович бар, Елена Васильевна бар, барлығымыз сол жұмыстарды арман қартай жалғастырамыз. 2026 жылғы 1 қаңтардағы мал шаруашылығына келетін болсақ, 1 қаңтардағы жыл сайынғы қайта есептеу бойынша округте ірі қара малдың басы 3553 бас, жылқы саны 6031 бас және
қой саны 5097 басты құрады. Енді құстар орта есеппен 2255 деген сондай ақпарат бар. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында барлық жекеменшік иелерімен және шаруа қожалықтарымен жаңа жоғарыда айтқанымдай меморандумдар жасалып жатыр. Ол меморандумдар жеке жер телімін пайдаланушыларға мен ғана емес, ол біздің жер қойнауындағы байлықтарымызда сыртқа шығарып жатқан недропользовательдермен де осындай меморандумдар жасалуда. Ветеринарлық заңнаманы бұзу фактілері бойынша тиісті әкімшілік шаралар қабылдануда. Біздің ауылымызда мал қорымдарын былтыр жасадық, өзім келген бетте. Сол мал қорымдарына биыл өздеріңізге белгілі көктемде барлық ауыл болып жаппай малдарды жинау мәселесімен айналыстық. Оны өздеріңіз білесіздер. Машина мал төктік, даладан мал жинадық. Қаншама малдың, менің өзімнің білуім есебім бойынша Байсарыға 60-70 бас малды қорымға тасталды биыл, даладан жиналған мал. Бестоғайға енді өтік айтпай қойын, 2 телешке әкеліп түсіріп атқанын көрдім, бірақ енді маңайына бару мүмкін емес жүрген. Өте көп биыл шығын болды біздің ауылымызда. Енді әр істің қайыры бар дейді. Бұның да бір қайыры бар шығар, осы табиғаттың берген заңына бәріне бағынамыз. Содан кейінгі тағы да айта кететін мәселе, біздің ауылымызда білім беру саласы 2 мектеп бар. 2 мектептің біреуінде 43 бала, ол Бестоғай ауылдық мектебінде, екінші мектебімізде Байсарда 5 бала оқиды. Былтыр Байсарының мектебін 3 рет жауып, 3 рет ашып, әйтеуір аман есен алып осы қалдық. Оның ішіне жай аман есен алып қалмай, биыл оның ішіне біраз жұмыстар істеліп те жатыр. Парталар алынды, заманауи парталар әкелінді. Оны біздің Австралияда біздің ауылдың тұрғыны оқып жатқан өзінің стипендиясына, болашақ стипендиясынан алып, біздің ауылдың мектебінің балаларына осындай заманауи Иманғалиев Мереке деген біздің бауырымыз болашақ бағдарламасымен оқып жатқан біздің ауылдың, осы ауылдың тумасы, бірге атасын бәрін бірге білеміз. Сол кісіге өте көптен рахмет. Кешесіне де барлығына рахметімізді жаудырып, өзіміз білгенімізше сол кісіге құрмет көрсетіп жатырмыз. Ол кісі енді сондай қайырымдылық іспен бұрыннан айналысады, жас болса да. Сол енді біздің Байсары мектебіне бином мектебіндегідей жаңа парталар әкеп қойды. Сол 5 баламыз жаты ең заманауи, ең соңғы үлгідегі парталарды оқып жатыр қазіргі күні. Оның артынан қарата келетін болсақ, бізде Балауса деген бала бақшамыз бар, өздеріңізге белгілі. Онда 16 бала қазір келіп жүр. Таңертең күнде балаларымызды бәрімізді барамыз сол бала бақшаға. Менің де 2 кішкентай балам барады сонда. Сол енді сол Балауса бала бақшасының былтырдан бері хатында жазған болатынбыз. Районный отдел образованияға. Абдукаримович өзіңіз келіп оны көрген болатысыз. Сол Балауса бала бақшасына біз былтыр бір кабинет бөліп, дополнительный кабинет бөліп, қосымша сол жерде спорт кабинетін ұйымдастырдық өз күшімізбен. Оған маттар алынды, полностью спорт инвентарь алынды балаларға, жас балаларға. Солар енді ол бәрі демеушіліктің, жаңағы біздің ауылдың азаматтарының жақсы көзқарасының нәтижесі ауылға деген. Содан кейін тағы да бір айта кететін жайт, осы 16 баламызды біз арман қарта кешке дейін оқыса деген арманымыз, үмітіміз, ниетіміз бар.
кешке дейін балалар сол школда болса деген полный рабочий деңгей, хотя бы 5-ке дейін. Соған біз өзіміздің тарапымыздан, осы ауыл тұрғындарының тарапынан тағы да бір кабинет бөліп, ол кабинетті бәрін уже қарастырып қойдық. Оған шкафтар, жататын орындықтар және стол, скамейка сияқты балаларға жаңағыдай ер балалар зонасын, әйел балалар зонасын барлығын өзіміздің қаражатымызға оны істейміз ба деген ойымыз бар. Ол ауыл тұрғындарының атынан да қолдау тауып тұр, және біздің демеушілік компаниялардың атынан да қолдау тауып тұр. Оны істеуге болады. Енді районның отдел образования жағынан бізге қолдау болса. Оқу жылының басында дәстүрлі түрде бізде мектепке жол акциясы өткізіліп келеді. Былтыр мен келген бетте, мен былтыр июль айында келген болсам, сентябрь айында, сол август айының аяғында, тамыздың аяғында сол акцияны өткіздік. Барлық 12-15 балаға барлығына сумкалар тараттық. Ішінде барлық бір жылға жететіндей ішіндегі өзінің құрал жабдықтармен. Сол балалар барлығы риза. Одан да басқа біз акиматқа киімдер әкелеміз, аяқ киімдер, курткалар барлығын осы ауылда жаңағы жағдайы төмен отбасыларға барлығына қайырымдылық іс таратып жатқанымыз барлығыңыз көріп отырсыздар. Мен группаға әрдайым жіберемін, істеген ісімнің барлығын жариялап отырам. Ештеңе жасырып, ештеңе сіздерден тыс қалдырмаймын. Өздеріңіз оған куәсіздер. Әр қадамымыз бірге жасап келеміз. Мәдениет саласына келетін болсақ, былтырғы Нұрлан Зайденұлының қолдауымен және біздің ішкі саясат бөлімінің қолдауымен осы клубтарымызда ремонт көрді. Байсары клубы да ремонт көрді. Оған едәуір қаржы бөлген болатын. Нұрлан Зайденовичтің осы бастауымен, қолдауымен осы кісіге алғысымызды білдіреміз. Осы клубтарымызда бір кішкене жаңарып қалған сияқты. Ауылда телефон байланысына келетін болсақ, ол тұрақты жұмыс істейді. Бізде Транстелеком мен Қазақтелеком компаниялары қызмет атқарады. Актив, Билайн барлығы жұмыс істеп тұр. Енді Қызылтуға келетін болсақ, Қызылтуда бізде интернет жоқ. Өйткені ол өзі бұрыннан бері Қызылту ойда тұрғаннан кейін ба, ешқандай интернет өзге тұрақтамай қойды. Биыл мен Тастанға хат жаздым, Қазақтелеком бастығына. Көп қыс айында, ноябрь айында жаздық. Ол кісі жаңа жолға баратын оптика волокноны Қызылтуға енгізем деп өзі сөз беріп, сонымен келісім бар. Ол өз мәресіне жеткен кезде оны тағы да сіздерге хабардар етемін. Почта бөлімшесі бізде жұмыс істеп жатыр. Бұл почта бөлімшесін жабуға болмайды. Өйткені әртүрлі бізге сыбыстар келіп жатыр. Бұл почта бөлімін жабайық, аренда төлей алмаймыз, арендасын төлемей қойсын, біз жай тегін береміз ол бөлмесін. Бірақ оны жабуға болмайды. Ол енді копейка, тем не менее жабуға болмайды. Өйткені үлкен адамдар бар, пенсия алатын, өздерінің зейнетақысын алып жүрген, және сол зейнетақымен келгенде маған кіріп, сол жерде біраз мәселелер де шешіліп қалады жолшыға келгенде. Ауыл толықтай біздің ауылымыз, бұрынғы әкіміміз біздің Жомарт Қамзиновичтің кезінде жасалған жұмыстар, ауыз сумен қамтамасыз етілген, Бесоғай мен Байсары, содан кейін жарықтармен қамтамасыз етілген. Былтыр Қызылту ауылында да модульный станцияны іске қостық. Ол енді мен өзімнің жасаған жұмысымнан ол жерге жаңағыдай су арнасымен келісіп, жаңа Шорцевпен келісіп, арекпен тоғын бәрін дұрысты деңгейде жасатып, счетчигін қойғызып, оны балансқа жаңа кіргізіп, біз акимат арқылы ол модульный станциясының электр ақшасын бәрін тиісті деңгейде төлеп жатырмыз. Бұл барлығы енді Қызылтуда бар. Кнопканы бассаңыз су ағады. Қызылтуда су болмаған бұрын ол жерде. Ауылдық әлеуметтік экономикалық дамуына барлық жағдай жасалған. Ең бастысы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер басшыларының ауылды қолдауға және дамытуға
белсенді атсалысатынын айта кету керек. Біздің ауылда бір біршілік пайда болды. Өте керемет. Мен қандай да бір группаға, біздің мынау WhatsApp группамыз бар, желіміз, осында 300 адам отырады. Осы 300 адамда мен түнде жазайын, күнде жазайын, не сұрасам да дереу сол күні, екінші күні сол болады. Біреу болмаса, біреу соған жауап береді. Өзінің не бір-екі адам сразу жауап береді. Мен жасайшы деген. Ол өте керемет көрсеткіш. Негізі ауылдың осылай бір тіршілігінің көрінісі. Қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында ауылда азаматтардың қауіпсіздігі қамтамасыз ету және тазалықты сақтау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бізде қыстың күні білесіздер 8 рет қар тазаладық, өздеріңіз куәсіздер. Қызыл тазаладым, Бестоғайда, Байсарында бүкіл жолдарын тазалап отырдық. Ешкім болды, мынандай күндер болды, олардың дворларына кіріп тазалап берген күндерінде болды, кейбір адамдардың. Содан кейін бізде мектеп әр бейсенбі сайын мектеп бар, актив бар, әр бейсенбі сайын өзіміздің сенбілігімізді Қазақстан аясында жүргіздік. Осы биылғы біздің сенбіліктердің ең үлкен 2 сенбілік өтті. Бұл барлық ауыл тұрғындары жаппай шықты сенбілікке. Біз машина қоқыс төктік осы ауылдан. Былтыр осы ауылдан 650 шахман, 650 рейс шахманмен қоқыс шығардым. 20 мың куб. Осы біз үлкен свалкада өмір сүріп жатырмыз осы күнге дейін. Былтыр 650 шахман төктік. Оны анау қоқыс полигонына барсаңыз көзбен көруге болады, қаншама қоқыс далаға шыққанын. Күлдер, Совет үкіметінен қалған, содан кейін берден қалған үйлердің орындарын шығарып тастадық. Содан кейін терілер, бастар, неше түрлі баяғы заманның қалған малдардың қалдықтары өздеріңіз көрдіңіздер ғой барлығыңыз. 3 шахманмен осы жерде бір ай бойы қоқыс шығардық. 650 рейс шығардық. 20 мың куб ол дегеніңіз. Ол өте үлкен қоқыс, осы қоқыстан осы тазартылды біздің ауылымыз былтырғы уақытта. Ол да енді бір ауыз толтырып айтатын біздің істеріміздің бірі. Содан кейін біздің ауылымызда 2 медициналық пунктіміз бар. Оларды барлығында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жылда өздері біледі. Ауылда толықтай қауіпсіздік мәселесі бойынша Ерназар Әлібекұлы өзіміз постоянно келіп бізбен тығыз қарым-қатынаста, байланыста, өткендегі болған мәселе бойынша, мотоциклисттер бойынша тоже бір өзінің жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сізге сол үшін рахмет айтамыз. Осы жерге келіп, біз енді қазір камералар қойып жатырмыз. Байсарыға 3 камера орнатылады, Бестоғайға 3 камера орнатылады. 2 миллион теңгеге камера орнатып жатырмыз. Оның неге 2 миллион теңге дейсіздер? Есеп бере кетейін. Ол 2 миллион теңге, оның радиомостар бар. Мен бұл жерге мощный радиомостар қойғызып жатырмын. 15 километрға дейін алатындай радиомостар камераларға. Ол дегеніңіз өте керемет. Оның бір сырын айтайын сіздерге. Ол ертеңгі күні камералар басқа күндерде бірақ кішігірім ақша тауып атсақ, біз сол радиомостарға жалғай береміз камераларды. Біз солай біртіндеп бүкіл ауылымыздың түкпір-түкпіріне де камера жеткізуге мүмкіншілігіміз пайда болады болашақта. Сондықтан осы үлкен бастаманы бастайық. Арман қартай енді Алла жазса өзіміздің Арман қартайда ертеңгі күніміз бар. Сол күндерімізді тағы камералардың саны көбейіп, өзі біз қауіпсіздік деңгейін тиісті деңгейде сақтасақ жақсы болады ма деген сондай рободыға да міне келісім бар. Айбек болған, оның алдында Айбекпен келісім болған. Рободыға біз береміз. Оның несін олар да өздерінің мониторынан көріп отырады. Менде акиматта 1 айға запись жазылып отырады. 1 айға. Қай жерде болып жатқан шаруаны 1 ай болған шаруаны алып шығып көріп, жаңағыдай тиісті сараптамаларын өздерінің біздің
қауіпсіздік сақшылары өздерінің жасай жатқандай. Содан кейін тағы да Нұрлан Зайденұлы айта кететін жайт, біздің халықтық әлеуметтік жағдайдың тұрақты жақсаруы атқарылған жұмыстардың нәтижесін көрсететін тағы да бір маңызды көрсеткіш. Округте 72 зейнетке бар. Бірінші, екінші топтағы бұрыннан азайған мүгедектер саны азайды. 16 адам қазір. Бірінші топта 3 адам, екінші топта 5 адам, үшінші топта 8 адам. Мүмкіндігі шектеулі бір ғана бала бар. Чернобыль қатысушы бір адам. 8 көп балалы отбасы бар. Алтын алқа иегері 5 ана, күміс алқа иегері 6 ана бар. Тұрақты осы біздің қоғамдық жұмыстарға былтыр бір адам болған, биыл 3 адамға орын алдық қоғамдық жұмыскерлерге. Ол қоғамдық жұмыскерлер өздерінің жұмыстарына 15-ші майдан бастап кірісетін болады. Содан кейін тағы да бір айта кететін жағдай, біздің осы 9 май күні Жомарт Қамзиұлының бастамасымен 23-ші жылына, 24-ші жылына басталған бір іс-шара бар екен. Сол іс-шараға осы тас қойылды біздің тыловиктерге, тыл игерушілерге, еңбеккерлеріне және соғыс ардагерлерінің аттарын осы тасқа жасып, ана жерге ресми түрде ашып, қойып, халық енді келді. Тағы да айта кететін жағдайлар, мына біздің балалар спорт алаңы бар. Мына жерде детский площадка ашылып отыр. Байсағда жаңа көрдіңіздер, көрсеттік. Оны демеушілік көрсеткен Ешкіл Мустафа компания, Тау Голд көпір компаниясының басшысы, председатель правления Амирхан Агамедұлы. Сол кісінің қолдауымен сондай балалар спорт алаңының ашылу салтанаты жуырмаңда болады. Содан кейін жаңағы видеокамераларға сол Тау Голд көпір бізге көмектесіп жатыр. Біздің акиматымыз ағымдағы жөндеу жұмысынан өткіздік былтыр, көрдіңіздер, үшін бәрін сырладық, полностью отоплениясы өзгерді, қазандығын өзгерттік, жаңадан қазандық заманауи қойдық, және кабинетімізді барлығын жөн жобаға келтіріп, өзіміздің столдарымызды, креслоларымызды Совет үкіметіндегі оның бәрін алып тастап, жаңағыдай қазіргі заманға сай адамдар, қонақтарымыз келген кезде ұялмайтындай дәрежеде отырамыз.